Үй иесі. Бұл әңгімемді бүгін үкіметтің тізгінін ұстап отырған ие емес иелерге арнаймын. Күз болған соң ба, қарадан қарап көңіл құрғыр құлазып, туған жерімді сағынып болмаған соң, әңгімелесіп қайтайыншы деп, үлкен қызмет атқаратын жерлес ағайымның үйіне бардым. Байлығы басынан асқан байдың үйінікі деуге келмейтін сыры ұшып, құлып топсасып босаған ескі ағаш есік ашылғанда күздің бұзауы сықылды, бөтен елдің үлкен иті алдымнан арыстандай арсылдай атылып, кеңірдегімді орып кете жаздады. Үйдің барлық адамдары оның жан-жағынан жүгіріп, алдап-амалдап, семіз қойдың еті мен сүт майы дегендей қолда бардың бәрін аузына тосып, өтірік айтқан кісіге жарты сағат жағаласып жүріп, түбіт көрпе төселген үйдің төріне апарып жатқызды. Сосын жалаңаш денесіне жұқа торғын қалат киіп, шашын бос қоя берген жеңгеміз иттің жанына отырып, қара тұмсығынан сүйіп, арақшы жігіттің ақ көңіл тілалғыш әйелінше жалпылдады. Ал ит болса жатып тұрып, әйелдің ар жақ бер жағына бір шығып, бөксе бұтын кеуде кеңірдегін искелеп, аузы мұрнын жалайды. Сөйткен сайын келіншек итті одан ары еркелетіп, сылап сипай отырып, «Сиесің бе, тышасың ба?» деп алдартына күміс табақ тосады. Иттен сескеніп қорыққан мен байқұс есік алдына тізе бүгіп едім. Жерлес ағайым, «Төрдің иесі бар, менде басқа амал жоқ» дегенді көзімен айтып, кешірілмес күнә жасаған пендедей жалтақтап келіп жаныма отырды. Балалары шай қайнатып, шешесінен сүт сұрап еді. Итін еркелетіп, жағдайы жарасып отырған келіншек басын жертайландырып, «Қара шай құй, ертеңге дейін сүт таусылып қалса, мынау қанымды ішеді. Сендер қара шай ішкенде не болады?» деп шарқаяланды. Жерлес ағамыз екеміз бір-екі аяқ қара су іше отырып, әңгіме айтып, қаттырақ күлісіп едік. Төрдегі ит қан талаған қып-қызыл көзін ежірейтіп, арса-арса өткір азу тісін көрсете арс етті. Үй иесі қатаң мінезді иесінің қатты қолынан таяқ жеп, зәтте болған ит сықылды селк етіп, сұқ саусағын ерніне апарып көлдеден ұстап, «Дауысыңды ақырындат» дегенді ыммен айтты. Мен әдейі не демегін естігім келіп, келіншекке қарап, «Итіңіз айбынды екен» деп едім. Итің құшақтап құшырланып отырған жарты жалаңаш келіншек енді ғана ең қажет тақырыптың басы ашылғанына қуана жарқылдай күліп, «Иә, солай. Менің бұл итім өте өркөкірек, тәкаппар жәндік. Сиіп тышқанда да үйдің төрінен қозғалмай, тек жуып тазалаған күміс табаққа ғана дәрет сындырады. Адамның айтқанының бәрін бұлжытпай түсінеді. Өзін жамандаған адамды жұлып жеп қоюға бар. Маған және осы үйдің барлық дүние мүлкін сондай жақсы көреді. Үйдің түкке жарамайтын қоқысына дейін күйеуім мен балаларымнан қызғанып өліп кете жаздайды. Менен айырылмайды, тек менің ғана қойныма жатады» деп иттің сілекейі шұбырған, салпиған езуінен сүйді. Мен сол үйден шығып өз үйіме қарай аяңдап бара жатқанда, жалаңаш денесіне жалаңқабат жұқа қалат киген сылқым келіншек менің жерлес ағайымның әйелі ме? Жоқ, жүні желкілдеген әгі арыстандай сарала иттің қатыны ма? Менің жерлес ағам осы үйдің иесі ме? Жоқ, сырттан келген әлгі ит мына үйдің иесі ме? Дегенге жарымжан ойым жетпей ақ қойды. Әңгімені жазып оқыған Байыт Қабанұлы. Әңгіме мұнап жатса, арнама тіркеліп, пікір жаз отырыңыздар.